Сәлем достар, сіздермен мен Әйгерім. Сіздермен бүгін үй жағдайында осылай өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын күлшен нандардың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыздар, және де достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен жылы сүтімізге жылы суымызды құйып, оның үстінен 1 шай қасық тұзымызды және де 1 шай қасық тола аштығымызды, содан соң үстінен қантымызды, үш ас қасық қантымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Және де үстінен қамыр қопсытқышты разрыхлительді салып, оның үстінен ерітілген сары майды, мен пампушканы қолдандым. Кез келген сары май жарай береді. Жақсылап араластырып, ұнилегіштен өткізіп дайындалған ұнымызды аз-аздан салып отырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Алғашқысында осылай қасықпен илеп аламыз. Одан кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илетін боламыз. Дәл видеодағыдай өте жұмсақ қамыр илейміз. Бетін жауып, 1-1,5 сағат көлемінде ашытуға қойып қоямыз. Жылы жерге қойып, мен қамыр ашытқанда осылай пленкамен жабамын. Сонда қамырымыз жақсы ашитын болады. 1,5 сағаттан кейін қамырымызды алып, майда бөліктерге бөліп аламыз. Толық рецепті описание бөліміне жазып қалдырамын. Астында описание бөлімін өтіп, қанша граммнан қосатынын көрсеңіздер болады. Бұл нан бір ерекшелігі, пәтір нандардың дәміне де өте ұқсас келеді. Міндетті түрде осы рецептпен жасап, үй ішіңізде балаларыңызға да балалық шақтағы күлшен нан қылып жасап берсеңіздер болады. Осылай үстінен жұмыртқаны жағып, пешке пісіріп аламыз, қызартып. Күнде сепсеңіздер де болады. Өз қалауларыңызша. Жұмыртқаның сарысын жақсылап осылай жағып, жан-жағына. Алдын ала осы сәтте пешті қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пешке пісірсеңіздер өте жақсы пісетін болады. Менің каналымда түрлі рецепттер бар. Каналыма өтіп, қалаған салат тағамдардың рецептін көре аласыздар. Нанымыз, күлшен нанымыз пісті, қып-қызыл болып. Өте дәмді, иісінің өзі ерекше болады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап, балаларыңызға берсеңіздер болады. Менің каналыма тіркеліп, менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.